Сәлем достар, сіздерге ташкентский пловтың рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Күріші қарапайым күріш, магазиндегідей. Өте дәмді. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға шимшік майды қыздырамыз. Одан кейін окорочкамызды салып, тұзын дәміне қарай саламыз. Немесе ет салуға да болады. Ішіне салатын ішіне құрамын дайындап аламыз. Нутты осылай 4 сағатқа жылы суға батырып қоямыз, жұмсақ болу үшін. Одан кейін күрішімізді әбден суға жуып аламыз. Су ағарғанша 3-4 рет қайтара. Одан кейін жылы су, бір қасық тұз салып, күріш батып тұратындай тұндырып қоямыз. Одан кейін кішімізді ыссы суға батырып қоямыз, жұмсақ болу үшін. Морковымызды, болгар бұрышын, пияздарын аршып, турап осылай дайындап қоямыз. Менде нут 1 сағатқа тұрды. Кішкене қатты болған соң окорочкамен бірге пісе берсін деп салып тастаймын. Негізінде 4 сағатқа ыссы суға жұмсартып алған дұрыс. Мен окорочкамды тұтастай пісіріп аламын. Әбден бәрі піскеннен кейін соңында турап жіберемін. Одан кейін пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін морковымызды саламыз. Морковы көп болғаны жақсы. Осылай күштетіп, сарғайтып қуырып аламыз. 10-15 минуттай қуырып алғаннан кейін шамалы су құямыз. Одан кейін болгар бұрышын саламыз, дәмін беру үшін. Одан кейін кішімізді саламыз. Барлығын қуырамыз. Дәміне қарай зирамызды саламыз. Зираны осындай қасықтың ұшымен салдым. Жолдасым көп ұнатпайды зираны. Одан кейін дәміне қарай бұрышын саламыз. Бәрін бұлғап, араластырып қапан 5 минутқа қуырып аламыз да, одан кейін үстіне су құямыз ыстықтай. Кішкене құямыз. Су қайнап жатыр. Күрішімізді салғанда тек күріштің үстінен кішкене 1 сантиметрдей асып тұру керек суымыз күріштен. Өте көп қоймаймыз суды. Себебі күрішіміз былшырап пісіп қалады. Одан кейін күрішімізді осылай жуғаннан кейін осылай аппақ болып тұрады. Бүйтіп қолымызды езгенде күрішіміз езіліп тұрады. Одан кейін осылай дәміне қарай тұзын салып жібереміз күрішіне. Одан кейін чесногымызды салып, осылай мен сияқты етіп, қасықпен араларын ашып, қақпағын жауып тастаймыз түгелдей.
Üstüne osылay күрішімізді араластырып тұрамыз. Толықтай барлығы пісу үшін. Қайттан қапағын жабамыз. Күрішіміз дайын болды. Астында шамалы су алыпты. Барлығын пісіріп аламыз осылай. Қақпағын жауып, астын өшіріп 5-10 минутқа тоңдырып қоямыз. Күрішіміз осылай жабыспай әдемі болып піседі. Окорочкасын бөлек турап аламыз. Қалғаны араластырып тұсымызға саламыз әдемілеп. Окорочкамызды осылай үстінен кесіп, үстіне әдемілеп қоямызды. Дәміне қарай укропымызды, жұмыртқамызды пісіріп, ресторандағыдай пиязымызды осылай турап салып қоямыз. Және де жандарына помидор, қияр қоюға да болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Сұлу. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.